Казахские поверья и этика духовно-правовые запреты. Перевод Акскер Борж. Поверья. Балаға бас ұстатуға болмайды. Бас ұстаса, әкесі өледі. Нельзя давать приготовленную баранью голову человеку, у которого жив отец. В противном случае отец может умереть. Нанның қиқымын жеген бай болады. Кто съест хлебные крошки, будет богатым. Сәби тоңқайып екі аяғының астынан қараса, жол жүресің, немесе қонақ келеді. Если младенец, опираясь на землю ногами и руками, смотрит из-под ног, значит отправишься в путь или жди гостя. Балаға бұғана ұстатпайды, бойы өспей қалады. Ребенку нельзя давать ключицу, а то не вырастет. Қыз балаға жілік ұстатпайды, күйеуге шықпайды. Девочкам нельзя давать мясо с трубчатой костью, а то не выйдет замуж. Сәби көзін ашып ұйықтаса, жары сұлу болады. Если младенец спит с приоткрытыми глазами, то будущая невеста, жених, будет красивой. Сәби шалқасынан алаңсыз ұйықтаса, елге белгілі азамат болып өседі. Бөк түсіп ұйықтаса, уайымшыл, жігерсіз болып шығады. Етпетінен жатып ұйықтаса, ойшыл болады. Аяқ қолын еркін созып ұйықтаса, батыр, кемеңгерліктің белгісі. Если младенец спит свободно на спине, то вырастет знаменитым. Если спит скорчившись, то будет печальным, слабовольным. Если спит на животе, то будет умным и рассудительным. Если спит, раскинув руки и ноги, то будет батыром, отважным. Тіл ұшын жесе, сүйреңдеп сөйлей беретін болады. Кто съест кончик языка, тот будет болтливым. Таңдай жесе, шешен болады. Кто съест небо, то будет искусным в разговоре оратором. Шешен. Сәбиге көз тимес үшін күйе жағып қояды. Чтобы не сглазили ребенка, на лицо мажут золой отметину. Жастың басы ауырса, басыңа бас қосылады. Если у подростков и молодых болит голова, то говорят, что голове уму прибавляется еще голова, ум. Жұма күні кір жууға болмайды, аруақтар ренжиді. Нельзя стираться в пятницу, прогневишь духов предков. Ақты, сүт, қаймақ, қымыз, айран тағы басқа. Төксе, малдың желіні кетеді. Если разлить белое, молочные продукты, то потеряется у скота удой. Пышақтың жүзі шалқасынан жатса, сол үйдің малы пышаққа ілінеді. Если нож лежит обухом к низу, то в том доме будет зарезан скот. Киіз үй сыртына ит сарып кетсе, құт келеді. Если собака пометит юрту, то в этот дом придет счастье. Құлақ шуласа, жаныңдағы кісіден қай құлағым шулады деп сұрайды. Ол тауып айтса, мені біреу мақтап жатыр екен дейді. Таба алмаса, жамандап жатыр екен дейді. Когда звенит в ухе, спрашивают, в каком ухе звенит. Если отгадывают правильно, то говорят, что меня хвалят. Если нет, что обо мне говорят плохо.
Қазақ сейсенбі күні жол жүрмейді, іс жұмыс бастамайды, көшіп қонбайды. Казахи во вторник не трогаются в дорогу, не кочевали и не начинали дел. День считается неблагоприятным. Қазақ сәтті күн деп, істі сәрсенбі күні бастайды. Казахи считают удачливым среду, и все дела начинают в среду. Жолаушыға қайда барасың демейді, жол болсын дейді. У путника не спрашивают, куда едешь, а говорят удачной дороги. Ас үстіне келген кісіге үйдің иесі мақтап жүреді екенсің деп риза болады. Ал ас жиналып жатқанда келгенге бізді жамандап жүреді екенсің дейді. Гостям, пришедшим во время еды, рады. Им говорят, что они хвалят хозяина дома. А гостям, пришедшим, когда убирают со стола, не рады. Таким говорят, что они плохо отзываются о хозяевах дома. Мал сатқанда оны ноқтасымен не бас жібімен бермейді. Малдың басы кемейді. Скот не продают с уздой или веревкой, на котором его привели, а то скот падет, уменьшится. Жақын кісіге пышақ, ит сыйламайды. Близким людям нельзя дарить ножи и собак. Егер жақын кісінің пышағы өте ұнап қалса, оны ұрлап немесе сатып алады. Если уж сильно понравился нож у близких людей, то его лучше выкрасть или выкупить. Ауыл ішіне атпен шауып келген ең жаман ырым. Егер сүйінші сұраса ғана шауып келуге болады, бірақ сүйінші деп айқайлап келуге тиіс. Қайғылы, қазалы хабарды естірту үшін атпен шауып келіп, шеткі үйге хабарлайды. Ол үйдің иесі басқаларға хабарлауы тиіс. Заехать в аул на скаку на лошади – плохая примета. Разрешается это только при радостной новости с криком «Сюньше», а также при трагической, но с условием передачи вести только в крайний дом, который дальше обязаны передать всем. Екі қабат қатын арқан аттамайды. Аттаса, баланың кіндігі мойнына оралып қалады дейді. Беременной женщине нельзя перешагивать аркан, а то ребенок может удушиться пуповиной. Баласы кіндігіне оралып қалады деп, екі қабат қатынға инежіп ұстатпайды. Чтобы не удушился пуповиной ребенок, беременной не дают держать иголки и нитки. Біреу әңгіме айтып отырғанда сәби түшкіріп қалса, шын айтқаны деп ойлайды. Если при чем-либо разговоре чихнет маленький ребенок, то говорят, что рассказчик говорит правду.